Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қызыл ірімшіктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен қазанымызды газге қойып, 6 литр сүттен жасайтын боламын. Сүтімізді құйып алатын боламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Бүгін мен 6 литр сүттен жасайтын боламыз. Сүтімізді қойып қойдық. Міне қайнайын деп қалған кезінде үстіне айранымызды құятын боламыз. Мен 300 грамм айран құятын боламын. Бір араластырып қойып қоямыз. Уже қайнай басталған кезде көк сулары бөлініп шетіне шыға бастайды. Өте дәмді, керемет болып шығады. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Көк суы бөлініп шығып жатыр. Екі сағат қайнататын боламын. Айранды салғаннан кейін осылай көк суы бөлініп, бетін жауып қойдым, қайнап жатыр. Суы тартылғанға дейін қайнататын боламыз. Уже суы азайып, тартылғаннан кейін мен шекер қосатын боламын. Шекерін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Мен 300 граммдай қостым. Бізде тәттіні жақсы көретін болғандықтан шекеріміз көптеу қосатын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Осылай суы тартылғанға дейін қайнатып алдым. Өте дәмді болып шықты. Кейін осылай ақ матаның көмегімен ірімшігімізді орап қоятын боламыз. Осылай сүзіп алып, достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алдағы уақытта өте пайдалы, керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Осылай суым сығып, қатты орайтын боламыз. Осылай бұрап, астына осылай суы ағатындай тесік бірдеңе қойып қою керек болады. Мен мультиварканың несін алып қолдандым, сеткасын. Үстіне осылай баклажка қойып қоятын боламын. Ауыр зат болу керек. Бір түнге мен қойып қойдым. Бір түннен кейін алып, кесіп жіберсек болады. Өте дәмді болып шықты. Кішкене үгітілді. Менде қатты оралмаған. Сондықтан кішкене үгітіліңкіреп шықты. Бірақ дәмі өте керемет болып бізге қатты ұнады. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Егер пікірлеріңіз болса, астында комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған сандуғаш.